Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? 6 сынып қазақ тілі мен әдебиеті пәні. Бөлім атауы Астана мәдениет пен өнер ордасы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Астана елімнің мақтанышы. Оқу мақсаты тұрмыстық әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну, тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру. Сабақтың мақсаты тақырыпқа қатысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну, еліміздің бас қаласы жайлы мәтінді түсініп, мәліметтерді сәйкестендіру, елорданың мәдени орындарын атай алу, тірек сөздерді қолданып, мәтінді талқылау. Бағалау критерийлері: жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсінеді, жаңа тақырыпты шынайы өмірмен байланыстыра алады. Бүгінгі сабақта кездесетін жаңа сөздермен танысыңыздар. Шаһар, үлкен қала. Алақан, қолдың бір бөлігі, дене мүшесі. Сәулетші, сәулет өнерінің маманы, ғимараттар архитектурасын жобалайтын, нобайын сызатын адам. Көрермен, түрлі көркем өнер туындыларын театр, кино, телевизия тағы басқа арқылы зейінге алып қабылдайтын қауым. Еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан 1997 жылы 10 желтоқсаннан бастап Қазақстан Республикасының елордасы. Қала Қазақстанның орталық бөлігінің солтүстігінде Ақмола облысында Есіл өзенінің алабындағы өзен маңы жазықтығында орналасқан. Миллионер қаласы мәртебесіне 2017 жылдың маусымында қол жеткізілді. Ол кезде тұрғындар саны 1.2.874 тұрғын болды. Нұр-Сұлтан елдің солтүстігінде Есіл өзенінің жағасында орналасқан. Әкімшілік жағынан қала 4 ауданға бөлінген. Қазақстан заманға лайық жаңа астанасын салу идеясы мемлекеттің бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі. Елорданы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы шешімді Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі 1994 жылы 6 шілдеде қабылдады. Астананы ресми көшіру 1997 жылғы 10 желтоқсанда жүзеге асты. Президенттің 1998 жылғы 6 мамырдағы жарлығымен Ақмоланың атауы Астана болып өзгертілді. Жаңа Астананың халықаралық тұсаукесері 1998 жылғы 10 маусымда өтті. 1999 жылы Астана ЮНЕСКО шешімімен әлем қаласы атағын алды. Қазақстанның бас қаласы 2000 жылдан бастап астаналар мен ірі қалалардың халықаралық ассамблеясының мүшесі. 2019 жылы 20 наурызда Қазақстанның жаңа президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қаланың атын экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың құрметіне Нұр-Сұлтан деп өзгертуге бұйрық берді. Азияның ең солтүстігінде орналасқан елорда. Қала 4 ауданнан Алматы, Сарыарқа, Есіл және Байқоңыр ауданынан тұрады. Енді балалар, бірінші тапсырма. Мәліметтерді мұқият тыңдап, суреттерді қолдана отырып, мәтінді жалғастырыңыз. Қандай мәдени орындар мен атақты ғимараттарды білесіз? Ал енді балалар, өз жауаптарыңды ықтимал жауаппен тексереміз. Сендер дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Оқушылар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша ақпаратты сәйкестендіріңіз. Дескриптор ақпаратты сәйкестендіреді, қаланың аудандарын табады, бұрынғы атауларын көрсетеді, Қазақстан Республикасының елордасын көрсетеді. Ал енді өз нұсқаларыңызды дұрыс жауапмен тексеріңіздер. Сіздер дұрыс жауап берді деп сенемін. Балалар, үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Мәтінді түсініп оқыңыз. Мәтін бойынша сіздерге сұрақтар беріліп тұр. Осы сұрақтарға
жауап беріңіздер. Оқушылар, өз жауаптарыңызды дұрыс нұсқасымен салыстырыңыздар. Сіздер дұрыс жауап берді деген сенімдемін. Ал енді 4-ші тапсырмаға назар аударамыз. Мәтін бойынша жинақтау кестесін толықтырыңыз. Дескрипторы мәтін бойынша тірек сөздерді жазады, тірек сөзбен байланысты сөз тіркесін жазады, тірек сөздің бұрыннан білетін басқа сөзбен тіркестіріп жазады. Өз жауаптарыңызды дұрыс жауаппен салыстырыңыздар. Оқушылар, Астана елімнің мақтанышы сабағы бойынша біраз мәліметтер алдыңыздар деп ойлаймын. Келер ұрпақтың да, жастардың да болашағы бір өзіңде. Ал сенің гүлденуің солардың қолыңда. Келешегің жарқын болсын, халқымның ақ ордасы. Көркейіп, биіктерден көріне бергейсің. Еліміздің еңселі, тәуелсіздігіміз тұғырлы болып, еліміз мәңгі жасап, қол жеткізген жетістігім молайып, жайнай берсін. Асқақтай бер елімнің астанасы Нұр-Сұлтан. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.